Екінші бөлім. Атамекенге оралу. Қалаңның үйі Үржардың ең шетінде орналасқан Аэродромная көшесінде болатын. Көшенің Аэродромная деп аталуы оның Үржардың әуежайына жақын орналасқандығына байланысты. Біз сол әуежайдың үлкен алаңында ойнауды жақсы көруші едік. Жан-жағынан мал кірмеу үшін терең қылып ор қазып тастаған. Сол орда біз ұрланып шылым шегіп, отқа картоп пісіріп, уақытымызды мәз-мейрам өткізетінбіз. Ордың үйілген топырағының үстінде міндетті түрде бір қарауылымыз сырттан келіп қалуы ықтимал қауіпті бақылауда ұстайтын. Олар картоп піскесін немесе ішке сормай түтінін сыртқа үрлеп шегетін, темекіміз біткен кезде ауысып тұрушы еді. Сондай бір қызықты күндердің бірінде біз әдеттегідей көңіл көтеріп отырғанбыз. Қарауылымыз Бәшөннің қатыны Шынар келе жатыр деп айғай салды. Үрпейсе қалып сыртқа шықтық. Қара көйлегінің етегі желбіреп, бір қолында шыбығы бар біздің отырған жақты бақытқа алып, шынымен де Шынар келе жатыр. Шынар қалаңның келіні. Еркек қатын, тұла бойы енесі мәстен сияқты қара, мінезін адам ұғып болмайды. Қара дүрсін, дөрекі. Мен бұл кісіден оқта-текте таяқ жеп тұратынмын. Менің бақытыма орай Шынар бірақ біздің үйде тұрмайтын. Дегенмен, келген сайын бір ілік іздеп мені шымшып түйіп қалудың ретін қалт жібермейтін. Қысқасы, Шынар келе жатыр. Әй қу жетімек, сені іздемеген жерім жоқ. Не қылып отырсың мына өңкей хулиганның арасында деп Шынар маған бірден дүрсе қоя берді. Содан кейін қолымнан ұстаған күйі үйге детеңдетіп ертіп кетті. Жол бойы бірдемелерді айтып келе жатыр. Көбісі есімде жоқ. Сөйтсем, мені тауып әкелуге шешем жұмсапты. Айналайын-ау, қайда жүрсің? Іздемеген жеріміз жоқ қой сені, деді шешем мені көре сала. Әуежайда жер сағыз тердік. Я саған көк түтіннің арасында отыр, наша шегіп отырау деймін деп мені тапқанына мақтанып тұрған Шынар сөзге араласты. Қой апсын құдай атқыр, нашасы нес? Менің балам наша түгілі темекін де тартпайды. Бостан босқа жала жаппа деп шешем мені қорғаштап жатыр. Шешемнің сөзіне Шынар дүрдек еріннің астындағысын сылп еткізді де, көлеңкеде тұрған төсекті сықырлата үстіне бар салмағымен құлай кетті. Шешем мені үйге алып кірді. Залдағы ескі құсқы шәлі орамалға оралған, иісі мүңкіген бір киімдер алып шығып жатыр. Үйіншек-түйіншектен маған кигізетін ештеңе таппаған шешем, уф жаным айлап жерге отыра қалды. Сосын маған ұзақ қарап отырды да, сені іздеп Шұбартаудан әкеңнің туыстары кепті деп үстіме жай түсіргендей хабарды айтты. Мен аң-таңмын. Әкемнің туыстары? Ол кімдер? Менде несі бар? Бұл бір секундта басымда жүгіріп өткен сұрақтар. Шешем орнынан тұрып мені бауырына басты. Үлкен ағаңның үйіне түсіпті таңертең. Сені күтіп отыр. Қазір дүкенге барып, саған дұрыс киім аламыз да, Бақыттың үйіне барамыз, деді шешем. Дауысы біртүрлі тарғылданып шықты. Олар кімдер, мама? Сенің папаңның ағасы мен қарындасы келіпті. Сен оларға менің жағдайым жаман емес, сабағымды жақсы оқып жүрмін деп айт, жарай ма, құлыным? Жарайды, мама. Біз универмаққа барып, маған су жаңа шалбар мен алдында жолбарыстың суреті бар футболка алдық. Шікірейіп киініп алған мен осының бәрін достарыма көрсеткім ақ киіп тұр. Бірақ қазір емес. Қазір мені күтіп отырған туысқандарға бару керек. Сосын да үлгерем ғой. Бақыттың үйіне кіре бере айқай естілді. Біреу елдің жебіріне жетіп ұрсып отыр екен. Мына қуатты дауыстың иесі әкемнің ағасы Орынғали екен. Үйге кірер кірмесімді білмей, айғайға басып отырған адамнан кәдімгідей шошып, үрейлене қарап, босағада сөстиіп қалдым. Анау маған тіпті қарағысы да жоқ. Үстелді тоқпақтап, елдің бәрін ысқыртып боқтап отыр. Әкемнің ағасы дегеніміз міне осы Орынғали. Егде тартып қалған кісі екен. Денесі төртбақтау келген, мойны жуан, құлағы қалқиған, шашы селдіріп үлгірген шайпау біреу. Мінезі шәлкес екен, жымқырылған жіңішке еріндері де айтып тұр. Желке тұсы төрт бөлікке бөлінген, ортасынан жалт-жұлт етіп мөлдіреген тер көрінеді. Қолдары ауыр екен, ұрған сайын үстелдің аяқтары тұрған жерінен
айнып кетіп жатыр. Көздері бақырайған, мұрны тәмпіш, дауысы сұмдық қатты шығатын Көктолының нақ өзі. Әй, қу бақыт, әлі бала қайда? Міне алдыңызда тұр ғой, Ореке. Қайсы, мынау тыриған сары шымшық па? Иә, Ореке, Ақбергеніңіз осы ғой. Ойбай, қай бетімді шымшиын, ойбай. Мынау өлуге шақ қалыпты ғой, ойбай. Өлексе ғой мынау. Ореке, енді бала болғасын ойнай, кет саңдалмай қу бақыт. Баламды өлтіруге айналыпсыңдар. Сендердің екі аяқтарыңды ма бәлем, бір етікке тығып түрмеде шіртіп өлтірем, өңкей безбүйрек оңбағандар. Ореке, қойыңыз енді. Қоймаймын дегесін қоймайым. Ал қайтесің деп басын үстелге екі ұрды. Мен шегіншектей бердім. Кенет Орекеміз өй айналайын келе ғой деп мені өзіне жұлқи тартты. Мен баж ете қалып шешеме ұмтылдым. Орекеңнің мені жіберетін түрі жоқ, қолымды мытып өлтіріп барады. Жүрегім дүрсілдеп тырбаңдап жатырмын. Оған Орекең қоймады. Құшағына басып сілекейін жағып сүйе бастады. Онысы ұрғанмен бірдей сияқты екен. Менің бетіме еріндерін әдейі батырып сүйіп жатқандай. Ерінде де күш болады екен-ау деп мен де уақытты босқа жібермей ойлап жатырмын. Мені сүю кезегі әкемнің қарындасы Жайнаға жетті. Ол кісі Орекеңдей дөрекілік көрсетпей емірене сүйді. Жайнадан кейін мені Орекеңнің баласы құшақтады. Айдарханның жасы 26-ға келген сұңғақ бойлы, сымбатты жігіт екен. Үстіне сол кездегі мода киім Адидас костюмін киіп алыпты. Басында қалаңның інілерінің басындағысы бейсболкадан да әдемі кепка. Қолында сағат. Орекеңнің баласымен тез тіл табысып кеттім. Себебі Айдархан сол кештен бастап бізбен бірге жүр деп мені үгіттей бастаған. Уәделері керемет енді. Мен шынымды айтсам, ана шалдан қатты сескеніп қалғам. Өйткені Орекең маған қалаңнан да жындылау көрінді. Мынаның үйіне кетсем тіпті оңбаймын ғой деп ішімнен өзімше топшылаймын кеп. Сондықтан да Айдарханның үгіттеуіне көнбей жүрмін. Айдархан мені Алматымен алды. Алматыны көру деген мен үшін ешқашан орындалмайтын арман еді ғой, шіркін. Теледидардан ғана көреміз. Сол кездегі Астана, Алматыда тұратын адамдар күн жүйесінен бөлек орналасқан планеталарда тұратын тіршілік иелері секілді елестейтін. Оның үстіне менің кіндік қаным тамған шаһар, туған жердің өзіне тарту қасиетті болады. Ол да өз кезегінде Айдарханға көмектесіп жатыр. Сонымен мен шешеме Орынғалидың қолына кетем деп қиғылық салдым. Орынғалидың де келген шаруасы мені алып кетіп, өсіріп ел қатарына қосу екен. Қанша айтқанмен әкем екеуі ағайынды. Есін енді жинаған Орекең інісінің үрім бұтағын түгендеуді мұрат тұтыпты. Есін енді жинаған деп отыруым, Орынғали өмір бақи жетім асыраумен келеді. Жұбайынан ерте айырылған ол тағдырдың талайына көніп, қалған ғұмырын бала шағасын асырауға арнаған хас еркек. Мұнысын қош көрген Тәңірім оған дәулетті де аямай бере салған. Дәулет пен бақты Құдай тегін бермейді. Күн түн демей еңбек еткен Орынғалидан мал да ақша да үзілмеген екен. Бір ауданның білдей заготовителі, Шұбартау ауданның сыйлы азаматтарының бірі. Ала жаздай тері, сүйек пен жүн жинап, қойшыларды аралап жүріп шаруасын дөңгелетіп алған екен. Қазір зейнетке шыққан бір әулеттің көшбасшысы. Балаларының бір сыпырасын әкем тірі кезінде оқуға түсірген көрінеді. Солардың бір қатары Алматыда тұрады, біздің үйде. Сонымен не керек, мен Шұбартауға ата-бабам мекен еткен жерге кететін болдым. Шешем жылап сықтап жүріп, киім-кешегімді жинап, батасын беріп шығарып салды. Міне, біз сапсары Пазик автобусымен сапсары Минай даламен Шұбартауға тартып келеміз. Орекеңді мен бірден ата деп атайтын болдым. Жол бойы шешемнің қолында өткен өмірімді тергеумен болды. Мен қалаң туралы тіс жарғам жоқ. Оның бірақ көпті көрген Орекең Үржардағы тыңшыларынан біліп алған екен. Кейін айтып беруге тура келді. Жолда атам болашақ арманымды да сұрап қояды. Акошжан, өскенде кім боласың? Қойшы болам, ата. Көтек не дейді? Қойшы болған дес. Қойшылар бай болады ғой, ата. Сойса еті бар, сатса ақшасы бар. Мәссаған, мынау адам болмайтын бала болайын деп тұр ғой.
Ұқсамасаң тумағыр, мынау әкесіне тартпаған екен деп атам ауыр-ауыр күрсініп қояды. Әкем туралы бір ауыз сөз. Марқұм әкем жастайынан алғыр, білімге құштар болып өсіп, алғашқы жоғарғы білімді Семейдегі Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық училищені бітіріпті. Қазақ тілі мен әдебиетінің маманы, шешеммен сол оқу орнында қатар оқып жанұя құрады. Сүйенері жалғыз Орынғали, әкемнің азан шақырып қойған есімі Орынбек. Атама ұқсастырып шешелері қойыпты. Кейіннен мінезіне байланысты жора жолдастары оны Елгезек атап кеткен екен. Бұл әңгімені мен алғаш Өрекеңнен естідім. Ауылда жүріп әкем аудандық Шұбартау Шұғыласы газетінде редактор қызметін атқарыпты. Әскерден келгесін Алматыға кетіп, Казгуге оқуға түседі. Мен түсе алмай арманда кеткен журфаққа. Тамыз айы. Біз Шұбартаудың Көктал деген ауылындамыз. Мен 12 жастағы қағылез баламын. Бетімнен ешкім қақпайды. Туыс-туғандарымның бәрі мені көруге үйге келіп, мәре-сәре боп жүр. Мен жұлдызбын, не жеймін, не киемін демеймін. Ішкенім алдымда, ішпегенім артымда. Мұндай май шелпекті көрмеген мен бақыттан басым айналып шауып жүрмін. Оқырманның уақытын алмау үшін Алматыға барған сапарымды айтуды жөн көрмедім. Әркімнің өз Алматысы бар. Сондықтан Алматыдан алған алғашқы әсерлерім біреуді қызықтыра қоймас деп ойладым. Орынғалидың балалары. Жозыны айнала қоршап отырған Орынғалидың балалары 7. 2 қыз, 5 ұл, және бір-бірімен бақталас 4 абысын. Бұл менің жеңгелерім. Олар туралы және кейін түскен бір жеңгем жөнінде төмен жақта әңгімелейміз. Шалдан кейінгі отырған ағамның аты Айдар. Ол Орынғалидың Кәкен деген қарындасының баласы. Әйтеуір маған белгісіз жағдайлармен шалдың бауырында өскен. Айдар Орынғалидың тұңғышы есебінде. Еркесі де, серкесі де осы. Алматыдағы біздің үйге ие болып қалған да осы Айдар. Казгуды бітірген тарихшы, қазір сауда істеп жүр. Мінезі ауыр көрінгенмен, ұнатқан адаммен күліп ойнауды жек көрмейді. Айдардан кейін қара қолын табаққа салып жіберіп, әңгімесін тауыса алмай жатқан ер адам Айдарбек. Айдарбек шалдың үлкен ұлы, кіндігінен тараған нағыз тұңғышы. Алайда бұл екінші бала есебінде. Айдарбектің түрі өз әкесінен де кәрі көрінеді. Май шашы иығына төгіліп тұрады. Ұзын шашы мода қуғандықтан емес, шаш алдыруға уақыты жетпегендігінен. Көктемде ұстарамен тықырлап алып тастайды да, күзге таман осындай күйге түседі. Жылдағы әдеті. Кекештігі бар, быдық, бірақ ақкөңіл, еңбекқор. Сүйікті жары да, ажырамас досы да К700 тракторы. Әзірге үйленбеген. Жасы 30-дан асса да жанұя құрудан техника айдауды артық көреді. Айдарбек шалға әңгіме айтып отыр. Пәленшекеңнің үйіне қық деді. Шал маған қулана көзін қысып, қаладағы балалар кеп пе деп қояды. Айдарбек басын шайқайды. Қық. Құдығы кеуіп қапқа деп қояды тағы шал. Айдарбек басын аласұра шайқайды тағы да. Қық. Сыр сиыр қашып па? Туй, олай емес. Қық. Құдалық келген шығар. Айдарбек мәз болып басын шұлғи бастайды. Түсінікті. Шал ауылда кімнің үйінде не болып жатқанын бәрінен бұрын біліп отыратын. Баласын мазақ қылып, қалжыңға басып қинауды ұнатушы еді. Бізге не керек? Күлкі керек. Жамырай күлеміз кеп. Мынау мені осында келуге көндірген Айдархан деген ағам. Ол туралы жоғарыда айттық. Айдармен бірлесіп сауда жасайтын, алайда айта кетейік. Үйленген, Казгуды бітірген биолог, шалдың балаларының ішіндегі еті тірісі осы. Бәрін сүйреп жүреді. Ешкіммен қақ соғысы жоқ. Өз шаруасына жауапты, жымиып қана жүре беретін адам. Мынау отырған зор тұлғалы жігіт Асқар. Марқұм Асқар менің ең жақсы көретін мінезі тамаша ағам еді. Ақкөңіл деген сөз оның нағыз жан дүниесін, ашық мінезін аша алмай дал болатын. Сұмдық еңбекқор. Бұл жоқта қораны тазалауға болмайды. Тазалап қойсаң ылаң шығарады. Жұмыс істеуге жаралған робот секілді. Совхоздың жұмысынан айызы қанбай келіп, қорадағы бірдемелерді қопарыстырып жатқан әйтеуір. Күлген кезде кісінеп тұрып күледі. Оның әңгімесіне емес, жұрт бұның күлкісіне шексілес қататын. Күрделі әңгімелерді түсінбейтін. Тарақылау еді. Рухы пеште шалқығыр бала сияқты болатын. Мына кісі жайлы әңгіме бөлек.